Сәлем достар, сіздермен бірге мен Наз. Бүгін Roblox Metro Life ойынында мен сіздерге біреудің үйіне қалай кіру керектігін көрсететін боламын. Бұл өте оңай, сондықтан кеттік. Так, алдымен біз өзімізге үй сатып аламыз, ноқтомыз. Әрине бұл үйдің барлығы тегін. Кеттік. Біз мынау сияқты үйлерге кіре алмаймыз, өйткені жердің астында орналасқан. Ал мына үйге кіру өте оңай. Мына жерде шидене деген болады, соны бассаңыздар. Жоқ, біреудің үйінде отырасыздар осылай. Өте оңай. Келесі бізде осы үй, бұл үйге кіруде өте оңай. Себебі бұл үйдің атты есігі болады өзінің. Кейде ол блокировкада тұруы мүмкін, яғни егесі оны блоктап қояды, сол кезде осылай сыртынан кіруге тағы болады. Сыртынан кіріп, осылай үйдің ішін аралап жүрсеңіздер болады. Егер өзіңізге ұялғыңыз келіп, үйдің ішін көріп бергіңіз келетін болса, осылай үйдің ішін қарап алсаңыздар болады. Бұл үйге де кіру өте оңай. Сондықтан осындай ұялғыларыңыз келсе, бұл менің үйім, бұл үйге кіру. Егер басқа бір үйде болса, осылай бомбочканы алып, өз істеріңізді жарып жібересіздер. Өте оңай кіру. Бомбочканың үстіне тұрасыздар, жоқ, жарасыздар өздеріңізді. Біреудің үйінде осылай тұрасыздар. Болды, өте оңай. Осылай үйлердің ішін көріп өзіңізге үй алып алсаңыз болады. Бұлар өте оңай. Бүкіл үйге кіру негізі сіздерге пайдам тиді деп ойлаймын. Сондықтан сау болыңыздар.